Жиренше шешен. Хан айныса кім түзейді? Әз Жәнібектің қырық уәзірі ханға: жиреншенің қатыны сізге лайық кісі екен, әйелдің сұлу екен, деп мақтап есіріп сөйлеп келеді. Сонымен бір күні аңға шыққанда ханның лашынқысы қашып кетеді. Жиреншенің үйінің төбесіне келіп қонады. Жиреншенің әйелі ұстап алып, түлетіп, желпінтіп қояды. Оны естіп, құсын алуға өзі барады. Жиренше үйде жоқ екен. Қатыны бүркеніп шығып, ханға құсты алып береді. Хан қараса, құсқа томаға тігіп кигізіп, қолғап тігіп құлпыртып, балақбау есіп, жарастырып қойған екен. Бұрын томағаны, қолғапты бұл жұртта көрген білген жан жоқ екен. Жеңдермен ұстап, жұмсақ жүн деп құстың аяғына уықтың бауын тағады екен. Ұшқанда онысы бір құлаш болып шұбалып, аяғына оралып жүреді екен. Сондықтан хан не құсына қарарын білмей, не қатынға қарарын білмей, аузынан суы ағып, атынан ауып түсіп қала жаздайды. Біз бүгін осында қонамыз, дейді хан. Үйде еркек жоғын көріп тұрсыз. Алда-жалда еркек жоқта қонақ боламын десеңіз, біраз күн араға салып, бір айналып келіңіз. Кіріміз болса жуылып, қонақ жабдығын хал келгенше даярлап тұрайық. Және де жігіт желеңмен келмеңіз. Көп қонақты күтуге шамамыз келмейді. Өз басыңыз ғана болсын, дейді жиреншенің жұбайы. Хан жарайды деп, оңаша келіңіз дегеніне дәмелі болып, көңілі өсіп қайта береді. Сонымен бірнеше күн өткен соң, хан жалғыз өз келеді. Хан келген соң, әйел алдынан шығып, қолтығынан сүйеп, түсіріп, қолынан ұстап үйге кіргізеді. Бар дүниелігін жайнатып, ханның зығырын қайнатып қойған екен. Көрпе жаюлы, төсек салулы, шымылдық құрулы тұр. Ханды отырғызып қойып, әйел тамақ жабдығымен айналысады. Хан жалғыз өзі отырып, оған бұған көз салса, қатынның нәрсесінің бәрі кестелі екен. Жастықта да, көрпеде де, шымылдықта да, орамал дастарханда да, бәрінде де кестемен тіккен бір жазу бар. Ол, біреудің есігін қолыңмен қақсаң, өз есігіңді біреу аяғымен тебер деген сөз еді. Хан бұл сөзге түсінген жоқ. Есіл дерті әйелдің етегінде, нәпсінің жетегінде болып отыра береді. Уәзірдің әйелі бір уақытта палау басып, әртүрлі ыдысқа салып әкеліп, ханның алдына қойыпты. Хан бұрын палау жеп көрмеген болса керек. Әр түсті ыдыста болған соң, басқа қой деп, әрқайсынан бір-бір алып татады. Бәрінің де дәмі бірдей болған соң, бұл қалай деп қайран қалады. Тақсыр-ау, ыдысының басқалығы болмаса, бәрі де бір тамақ, дейді әйел. Ханмен біраз бірге отырып, әзіл жарасқан соң, тақсыр ас айныса не түзейді, дейді. Хан: май түзейді, дейді. Қатын: май айныса не түзейді, дейді. Хан: тұз түзейді, дейді. Қатын: тұз айныса не түзейді, дейді. Хан бәлен дей алмайды. Тағы да әйел: халық айныса не түзейді? Халық айныса хан түзейді, дейді хан. Ал хан айныса кім түзейді, дейді. Сонда хан дәнеме дей алмай, ұялғанынан бетінің терін сүрте береді. Ақырында айыбына қолындағы жүзігін сыйлап, хан қайтып кетіпті. Тыңдағандарыңызға рахмет.